Hello, dear student. How are you today? Let's start our lesson. Today we are going to speak about Nursultan and the answer for the questions exercise number 1. Сәлем құрметті оқушы, бүгін Нұрсұлтан жайлы мәтінді аударатын боламыз, және де бірінші жаттығуға жауап беретін боламын. Сабағымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңдер болады. Және де оқушылар осыған дейін үй жұмыстарына неше алып жүрсіңдер, комментарийға жазып кетсеңдер, барлығы жақсы болып жатыр ма, бұл видеоның пайдасы тиіп жатыр ма, соны жазып кетсеңдер комментарийға. Сол арқылы мен болашақтағы жұмыстарымды жөндейтін немесе дамытатын боламын. Бірінші кітапта бізде Астана деп тұр, мынау электрондық кітапта Нұрсұлтан деп жазылған. Ал өзіміздің кітабымызда Астана деп тұр, сондықтан мен Астана деп жаздым. Мұнда Астана жайлы мәтін, бұны скриншотқа түсіріп алсаңдар болады. Оқып уақыт алмай қояйын. Бұл екінші аяғыны соңына дейін жартысы мәтіннің, бұны да скринға түсіріп алсаңдар болады. Ал мына бірінші сұрақ, жаңағы жауап бердім. Бірінші сұрақ: What can you do at Думан Entertainment Center? Думан ойын-сауық кешенінде сен не істейсің дейді. Мен жазып қойдым, мен онда үлкен аквариум көремін. 2000-ға жуық теңіз жануарлары бар онда. Онда 4 театр бар. Және де өткен шаққа орала аласың, динозаврлардың уақытына бара аласың деп жауап жаздым. Екінші сұрақ: What does Хан Шатыр look like? Хан Шатыр неге ұқсас дейді. Ол үлкен шатырға ұқсас деп жаздым. Келесі үшінші сұрақ: Хан Шатырда қандай спорт түрі бар деп тұр. Мен жаздым, мини-гольф курсы бар деп. Төртінші: Президент мәдени орталығында не бар деп жазылған. Не көре аласың? Мен онда қазақтың тарихын және мәдениетін көре аламын. Пышақтар, заттарды көре аламыз. Мәтінде жазылған ғой. Кілемдер, монеталар және жиһаздар, үлкен, сол сияқты кітапхана да бар оның ішінде. Осыларды көре алам деп жаздым. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.